Assalamu alaikum. Бүгін Қырмыжғалының 1033 күні девам етмекте. Студияда мен Шевкет Аматулаев чалышам. Қараденізде қазаға оғыраған рус ұшағы yolcularını жесетлеріні қыдырмаға девам етелер. Түневін таң атқан вақыт Сочиден аваға көтерілген Русия Мудафан әзірлігінің Ту-154 ұшағы бірқач даққадан радарлардан жойылған. Оның қалымтыларыны ялыдан бірқач километр месафеде таптылар. Салонда 92 инсан бар екен, 8 еркен азасы 80-ші yolcu. Bu арбилер 9 Русия журналисті ве эксереті Александров адына хор азаларыдыр. Олар Сүрияны бомбалаған рус аскерлеріні келетқан Гилбаш байрамынен қайырламақ үшін Хмеймим арби базасына кетеділер. Қазаға кетіре білген техники бозық ве пилотларының хатасы шымдылық есас себеп оларақ таныла. Шымдылық тек 11 жесет тапылған. В настоящее время продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе... Қыдыровнен оғырашқан инсанларының сайысы еп чоқлаштырыла. Шымдылы Қыдыровнен 4 гемі, вертолетлар ве пилотсыз учужалетлер оғыраша. Қаза олған ерге қошма Қараденіз флотының 6 гемісі ве 63 далыжы йоланылды. Далыжылар дигер флотлардан да йоланыла. Управление поисково-спасательной операцией осуществляется из Национального центра управления обороны. Қырым татары Недим Халилов 35 күнден берлі ачылық тұта. Оңа қаршы суйқастылық самоубийстваға алып кеткен әрекетлер қолданылғаны үшін жинай иш ашмаға талап ете. Бұл ақта о Русия баш прокурорына ариза yazған. Оның сөздеріне көре 1986 сенесінден берлі оңа қаршы инсан итибарыны ашалаған әрекетлер қолданыла. Оның ноябрінің башында паспорт режиміңіз бозмақтадыр деген себептен Краснодар вилетіне алып шықтылар. Нәтижеде Өзбекстанға йолламаға азырланалар. Халилов оны миллеті қайдетілмеген граждансыз инсан статусы берілмесіні талап ете. Ахмеджетте газель арабасы yolda пейда olған чұқырға түшіп тахменен 1 метрге асфальт түбіне чоқты. Бұл мұштыренің мебеліні бір дайреден дигер дайреге алып кете екен. Қаза олған ерде сув борысы бар екен. Тамирішлері кечірілген сон yolны эбел олған алға кетірмегенлер. 12 саат девамында шер коммуналь хожалық ішчелері неде МЧС қадимлері арабаны чықармақ үшін ешбір әрекет япмаған. Не олғанны аңлап оламадым. Араба мейлі башлады. Өз машинамны ташлап бұл газель янына келсем, о асфальт түбіне кеті башлаған. Вақияны көргенлер араба асылында ер түбіне кетмесін деп, ярдым көстермеге башладылар. Арабада мебель толы. Гаи қадимлері келді, қаза олғанны қайдеттілер, ләкин протокол түзмеге істемеділер. Чүнкі айтқанларына көре протокол түзселер біле, кімсе маңа зарарларыны одемейджек екен. Бақшарайда академик Сахаровна аңдылар. Мерасим Фиданлар бала мерkezінің китапханесінде өткерілді. Анда Совет деврінің диссиденті Андрей Сахаровнен таныш олғанлар Осиф Кырве қатыралауларынан пайлаштылар. Қатыр ақшамында Сахаров Қырым-татар халқының милли әрекетіне қол тұтқаны ве ачылық тұтқан Мустафа Джемилевке дестек көстерген ақында қатырладылар. Bu er vaqt Qrim-tatarlarına ne kadar mecbur olsalar vaqt ayırma tapaydı. O'z qo'limen yozgan bir telegramma maga yo'lladi da, ama telegrammaning teksti, onun qo'limen yozilgan kağıt men original rekat keltirib bergan edi, uda qoldi işte. Andrey Dmitrievичтен shaxsiy ko'rishmaga de Allah qismet etdi. Maga qismet olmadı Sakharovning shaxsiy tanish olmagan. Çünkü bu voqealar olgan vaqtda biz Qrimda edik. Cenazesini Sağlıklaşmada bir 5-600 adam in olmaganda, belki daha çokçadır. Varıp yetiştirdik. Grop'un yanında bizim aramızdan 4 tane adamga imkan verdiler почетный karavulda turmağa. Tiri olganda, sağ olganda kısmet olmadı. Olgen son почетный karavulda turmağa mağa da işte kısmet oldu. Кезлерде яш ресам Эльзара Сейдаметованың шақси сергісі açılды. Оның базар қапысы комплексінде оның 11-ші тақдим етілді. Бірішінде Қырым-татар тимсалжилігі көріне ресамжылықнен о яшлықтан оғыраша ресімлер вастасынен инсанларнен Лафетов ұсыл олғанны білдіре.
каждой работе я пыталась заложить. Әрбір ресімде бір мана олмасы үшін çalışам. Ресімлер дuyғылы олмақ керектір. Янына серже келіп баққанда, о бір шейлер дуймақ керек. Когда подходит человек, чтобы он что-то чувствовал. Я не особо многословный Мен человек. çok laf etken insanlardan değilim. Onun için içimde olған duygu ve kaygını resimde aks etем. картине я это все свое внутреннее. Я увидела картину и поняла, что это именно... Resimlerini көріп, bu мен бегенген şey olғанını duydum. Çeşit renkler бірден бөлі бір duygu берелер ки, bu duygu ise bizlerge, қырым-татарларға pek yakındır. Эта эмоция на самом деле, она имеет смысл очень татарский. Bu sonki haberimiz edi. Növbeteki yayınlarımızны қачырмаңыз. Көрішкенше.